Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жанерке. Біз олай болса, бүгін маска деген сабаққа келіп жеттік. Масканың достар түрі өте көп. Ол альгинатты маска, тканевая маска, кремовая маска, ағартатын маска, омолаживающий маска, глина маска, көбікті маска, пленка маска, жалпы масканың түрі өте көп. Оларды қалай қолдану керек, нені дұрыс жасау керек, барлығын мен сіздерге түсіндіретін боламын. Тканевый масканың негізгі қызметі бұл сос средство деп аталады. Егер мысалы бұны бас жоқ, аяқ жоқ, күнде қолданып, немесе аптасына 5 рет қолдана берудің қажет жоқ, достар. Егер сіздің мысалы теріңіз дұрыс емес болып тұрса, күңгірттеніп, тоналка сіңбей, жалпы түріңіз қашып, мазаңыз қашып тұратын болса, бір кездесуге барасыз елге, кешке бір тойға барасыз, немесе бір кездесуге барасыз. Сондай моменттерде міндетті түрде тканевый масканы қолдансаңыз, сізге тамаша көмекші болып саналады. Әсіресе бұл масканы саяхатта жүретін, әуе рейстерінде көп ұшатын қыздарға қолдануға кеңес беруші едім. Әйтпесе, ешқандай да бір сылтаусыз, ешқандай да бір қажеттіліксіз бұл масканы қолдана беруге болмайды. Себебі тканевый масканың негізгі достар мықтылығы соншалық сіздің бетіңізге бір аптадан бері жасайтын күтімнің эффектісін 15 минутта береді. Сондықтан да бұл масканы адамдың бетінде 15 минуттан артық ұстауға болмайды. 15 минут немесе 20 минут қана ұстайсыз қолдану бойынша, және де ретсіз қолдана беруге болмайды. Жаздың күні егер сіздің теріңіз құрғақ болатын болса, онда әрине 4 рет. Масканы қолданған кезде бірден айтайын, ашасыз. Бірінші кезекте бетіңізді әдемілеп умывалкамен жуып алу керексіз. Қалай жуу керектігін сабақтарымда айттым, иә? Енді қараңыз, масканы аламыз. Қазір мен сіздерге жанымда отырған модельге жабыстырып көрсететін боламын. Бұл маска өте сұйық. Сұйық болып тұру себебі оның құрамында сыворотка бар, достар. Кәдімгі беттеріңізге жағып жүрген, таңертең кешке жағып жүрген сывороткаларды білесіздер ғой? Сол сыворотка осы тканевый маскаға енгізілген. Яғни осы матадан жасалынатын, мата іспеттес бөлімнен жасалынатын тканевый масканы біз терімізге умывалкамен жуып болғаннан кейін жабыстырамыз. Мінекей, тканевый маскамен жабыстырып шықтым. Қазір мынандай лайфхактар өте көп болып жүр блогерда. Егер сен теріңнің жаңағыдай осындай тканевый масканы көп қолданған келсе, ақшаңды экономдағың келсе, онда осының ішінде құрамында кездесетін сыворотканы құйып ал да, бір ыдысқа дейді да, осының ішінде кездесетін бір сывороткалар бар. Мінекей қолыма құйылып жатыр. Осы сыворотканы белгілі бір құтыға салып қойды, күнде қолдансаң болады сыворотка деп айтып жатады. А что, так можно было, что ли? Жоқ, достар, ешқашан да олай қолданушы болмаңыз. Бұл тканевый маска одноразовый салфетка сияқты бір рет қана қолдануға арналған. Зачем бұның құрамындағы сыворотканы бір бөлек ыдысқа құйып алып, оны теріңізге жағып, осы ешқандай да әсер етпейді. Жай ғана ол теріңізге бір артық ылғалдандырып суламаса, теріңіздегі бірде-бір проблеманы шешпейді, керісінше теріңізге токсин, теріңізге микроб тудыртуы мүмкін. Сіз ойлаңызшы, мына масканы алған кезде қолыңызды тықтыңыз, уже қолыңыздан микроб кетті. Оны аласыз, одан кейін барып, оны белгілі бір ыдысқа құясыз. Оның ішінде қаншама микроб кетеді. Ол уақыт өткен сайын көгеріп, микробтың компоненттік құрамы өзгереді. Керісінше сіздің теріңізге дым пайдасы жоқ. Өтірік лайфхактарға сенбейміз. Тек қана бір рет осындай тканевый масканы бетіңізге жабыстырамыз, 15 минуттан кейін алып тастаймыз. Енді қараңыз, маска бетіңізде 15 минут тұрды. Енді 15 минут, мен қазір съемка үшін ұстамаймын 15 минут. 15 минут ұстайсыз да, масканы міндетті түрде жоғарыдан емес, жаннан емес, міндетті түрде астынан жоғары қарай шешеміз, достар. Міне, осылай шешкен масканы өте дұрыс саналады. Енді ойламаңыз, мына бетіндегі масканы жуып тастайын ба, сүртіп тастайын ба деген тема жоқ. Жоқ, олай жасамаймыз. Бетіңіздегі осы сыворотканы терімізге сіңдіртеміз, достар. Бұл кәдімгі сыворотка маскамен берілген. Ол сол ішінде ем. Егер құр тканевый масканы өзін құрғап жабыстыратын болсақ, әрине терімізге ешқандай да көмектеспейді. Сондықтан да мінекей бетімізге осы сыворотканы сіңіртеміз. Айнаға қарап отырып, әрине шашымызды жинап алғанымыз үшін, уход жасайтын кезде толықтай сіңіртіп шығамыз да, осы сыворотканың үстінен, достар, толық сіңіп болғаннан кейін крем жағамыз. Мінекей, не үшін крем жағып жатырмыз деп ойлайсыз сыворотканың үстінен? Себебі сыворотканың, достар, молекуласы өте майда, ауаға ұшып кетпеу керек.
Сондықтан да біз терімізге толықтай крем жағып шығамыз. Демек, тканевый масканы қалай қолдану керек екен? Тканевый масканы бір рет қана қолданасыз, теріңізге жапсырасыз, 15 минут ұстайсыз, астынан жоғары алып тастайсыз да қоқысқа тастап, теріңізге сыворотканы сіңдіртесіз 5 минуттай, одан кейін үстіне барып крем жағасыз. Болды. Вуаля! Сіздің теріңіз жұмсарып, ағарып, жылтырап, әдемі болып қалады. Себебі масканың құрамындағы сыворотка теріге сіңеді, ал ауаға ашпас үшін креммен біз қаптайтын боламыз. Достар, тканевый масканы біз осылай қолданады екенбіз. Енді мен сіздерге келесі альгинатный масканы қалай қолдану керек екенін айтатын боламын. Альгинатный маска мен сіздерге әкеп отырған қазір доктор Джарттың маскасы қолдандыратын. Бірақ бұл дайын уже альгинатный маска, байқасаңыз резиновый болып келеді. Бұны негізі бізде косметологияда немесе үй жағдайында қазір енді адамдар ерінетін болғаннан кейін бірден дайын жасап шығарған. Негізі бұл специально жасалынады. Альгинатный маска, достар, негізі бұл ұн сияқты болып келеді. Тура ұн сияқты байқаған боларсыздар, құтыда тұрады доктор Джарттың осындай адамның суретімен. Соны ашасыз да, ыдысқа салып, кішкене ғана көлемде, мен сіздерге бүгін көрсеткім келген еді, алайда сатып алған альгинатный маскам бұл арнайы уже дайыны болып шықты да. Соны ыдысқа құйып, мына жерде видеомен де көрсетіп кете аламын мен сіздерге. Осы жерде ыдысқа ұн сияқты альгинатный масканы құйып аласыз. Белгілі мөлшерде кішкене ғана 1-2 қасық жаңағыдай қоюланғанша, тура бір мед сияқты немесе қою қаймақ сияқты қоюланғанша суды құйып, көп мөлшерде құйып жібермейсіз, араластырып, теріге альгинатный масканың алдында белгілі бір тері проблемаңыз шешетін сыворотканы жағып, үстінен альгинатный масканы құйғызып, бір шамамен 20-25 минуттай жататын болсаңыз, ол сізге тканевый маскадан да тамаша эффект беріп көмектесетін болады. Осындай альгинатный масканы қолданатын болсаңыз, міндетті түрде теріңіздің астына, достар, сыворотка жағып алыңыз. Сол кезде теріңізге бұл 10 есе эффект беріп көмектесетін болады. Өйткені сыворотканың молекуласы майда дедік, қайда шығарын білмейді, и альгинатный маска оны қоршап тұрады. Осындай. Бірақ мен бұл альгинатный маскадан көрі кәдімгі қолмен жасалынып, ерінбей істелінетін масканы құп көремін. Терімізге жабыстырдық, маслаппен тілектен жоғы. Осылай альгинатный масканы 20-30 минут бойы теріңізде ұстайтын боласыз. Астына сыворотка жағылды, теріңізді аса бір диванда жатып күтсеңіз болады, тамаша вакуумный эффектімен теріңізді тазартып, жылтыратуға көмектеседі. Келесі бізде, достар, бұл глина маскасы деп аталады, яғни топырақтан жасалған маска. Менің қолымда Марокко деген елге танымал маскалардың бірі. Бұл масканы қолданатын кезде теріңізді алдын ала умывалкамен жуып алсаңыз болады. Бұл өте жұмсақ масканың бірі. Глина маскаларының негізгі қызметі, достар, пораны кішірейтуге арналады. Сондықтан да бетінде безеуі бар адамдарға аса бір қолданудың қажеті жоқ. Керісінше порасы беті майлы, порасын жапқысы келетін, жаңағыдай аралас терідегі немесе майлы терідегі адамдарға әбден қолдануға болады. Негізі текстурасы өте жұмсақ қолданған адамдар болатын болса, қолмен емес, осындай щеткамен жаққаныңыз жөн. Және де бұндай масканы жағып болғаннан кейін теріңізге бір ары кетсе 5-10 минуттың көлемінде ғана ұстайсыз. 15 минут, 20 минут ұстап теріге қатырудың қажеті жоқ. Теріге қататын болса, керісінше ол сіздің теріңізді жиырылып, одан сайын әжім түсуіне, тері барьераңыздың зиян келуіне апару мүмкін. Сондықтан барынша бір 5-10 минут ұстаймыз да, теріңізден құрғақтан ылғалданып тұрады ғой, қатты кетпеген, қатты жаңағыдай не де емес, кебілмеген де емес. Сондай кезеңде біз терімізді әдемілеп жуып тастайтын боламыз. Жуып тастағаннан кейін бетіңізге крем жағып ұйықтасаңыз болады. Бұл глина маскасында аптасына теріңіздің проблемасына қарай 1 рет, 2 рет немесе 3 рет қолдансаңыз болады. Жалпы, достар, мен сіздерге бірнеше масканың түрлерін көрсеттім. Тканевый маска, гелевый маска, глина маскасы. Одан бөлек бізде масканың түрлері өте көп дедік. Омолаживающий маска, яғни теріні жасартатын, содан кейін терінің ісігін басатын, теріге жылдам эффект беріп түнге жағатын түнгі маскалар бар. Содан кейін пленка маскалар бар, достар, оны ешқашан қолданушы болмаңыздар. Әсіресе мұрнында сальный ниты бар, бетінде жаңағыдай қара точкасы бар адамдар сол масканы жабыстырып, содан кейін пленка сияқты оны қырып, сырып алып отырады.
бұл өте зиян. Себебі алып жаңағыдай масканы тітіркендіріп тұрып жаңа жұлған кезіңізде сіздің тері барьеріңіз толықтай құртылып, бүкіл жасушалардың барлығы сылынып алынып, былайша айтқан кезде сіздің теріңізге өте қатты зиян келеді. Бұл дұрыс емес. Сондықтан да пленка маскадан барынша аулақ болыңыздар, иә. Тіпті теріңізде қара точка болса да, сәл ниеті болса да. Ондай проблемаларда, терінің проблемаларын жалпы таңғы күтім жасап, түнгі күтім жасап, осындай арнайы күтімдермен ақ біз тазартып, ағартып алуыңызға болады екен. Олай болса, достар, сіздерге көп рахмет. Келесі видео сабақта кездескенше менің парақшама тіркеліп алыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Қаласаң инстаграмға өтсең болады, тіпті бір-бірімізге жақын боламыз. Және де бүгінгі видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қалдыр.